Қайырлы күн, құрметті көрермен. Сіздермен бірге таңдау сізден бағдарламасының handmade айдарында мен Әсетілі Ләйла. Бүгін біз сіздермен бірге тәсбих жасаудың түрлерін жасап үйренетін боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен тәсбих жасауға арналған тастар қажет болады. Міне мен қолымда сіздерге мен бүгін кашачи глаз деген тастың түрін алып келдім. Мұның түсі көгілдір түстен. Егерде тәсбих бұрын жасап жүргендеріңіз болса білесіздер, жасамай жүргендеріңіз болса мен айта кетейін, тәсбих негізінде не 33 тастан, не болмаса 99 тастан жасалады. Бүгін біз сіздермен кішкентай тәсбихтің түрін 33 тастан жасалатын тәсбихті жасап үйренетін боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар ең алдымен біздің тәсбихіміздің тастары, екіншіден тәсбихіміздің ортасында тұратын біздің жібіміз, үшінші және біздің тәсбихімізді безендіру үшін арнайы өзінің қазіргі кезде көптеген фурнитура магазиндерінде сатылатын міне мынандай алланың жазуы бар, немесе бұның ай мен жұлдызы бар, әртүрлі өзіңізге ұнаған бейнедегі арасындағы коннекторлар, разделительдер, подвескаларды қоюға болады. Былайша айтқанда бұлардың барлығы тәсбихтің көркін ашу үшін арналған заттар. Олай болса біз ең бірінші мұндағы жібімізді алайық. Менің қолымдағы бұл жіп емес, мен сіздерге алдында да бұмен жұмыс жасап үйренген болатынбыз. Біз бұның аты юбилейный тросик деп аталады. Бұл өте мықты, жаңағыдай тәсбих себебі қолда көп аударылады. Бұл тәсбих қалтада жүру мүмкін ер кісілерде. Сол үшін де біздің арасына кіретін жібіміздің сапасы өте жақсы, мықты, жоғары болғаны дұрыс. Сол үшін де мынандай юбилейный тросикпен сіздерге тәсбих жасауды мен өзім кеңес беретін. Себебі менің өзім үнемі тәсбихті осы жіппен жасайтын боламын. Әдеттегідей бұл жіпті аламыз. Өзімізге қажетті мөлшерде керек тәсбихтің размерімен алып аламыз, өлшемімен. Міне маған мына өлшем жетіп қалады, себебі менің тәсбихім бұл 33 тастық размерде болады. Өзімнің инструментімен, құрал жабдығымен кесіп аламын жібімді. Міне кесіп алдым. Енді мен өзімнің тастарымды ағытып алайын. Тәсбихті 33 тастан жасайтын болсаңыздар, оны әрқайсысын 11-11-ден бөлесіздер. Ал егерде тәсбихтарыңыз 99 тастан жасалатын болса, оны 33-33-ден бөлесіздер. Біздің тәсбихіміз 33 тастық болғандықтан біз 11 тас кіргіземіз және 11 тастың ортасын білініп тұру үшін, келесі тас адасып кетпеу үшін ортасын міне кішкентай мынандай разделительмен бөліп қоямыз. Болмаса өздеріңізге мен мұнда мен көп түрлі таспен жасап жатырмын. Сіздер ортасын бір ақ түрлі таспен, сары түсті таспен бөліп қойсаңыздар болады. Оның ең бастысы адам 11-ден кейінгі тасты шатасып қалмау керек. Міне біреу, екеу, 11. Міне мен 11 тасты өткіздім. Келесіде мен оның ортасынан бөліп қою үшін міне мынандай разделительді ортасына қоятын болам. Бұл бөлінгіш зат. Екі біздегі әсем екі тастың арасын бөліп тұратын зат бұл. Міне салдым. Енді келесі 11 тасын өткіземін. Осылай үйдегі үзіліп қалған тәсбихтарыңызды, немесе үйдегі моншақтардан ер кісілерге, әкемізге, ағаларымызға, басқа да ер кісілерге керемет сыйлық жасауға болады. Өте қарапайым әрі жеңіл. Мұқият болыңыздар, тастарыңыздың саны шатасып кетпеу керек. Міне мен 2-11 тасты өткізіп біттім. Менде қазір мұндағы тасымның саны 22 болып тұр. Енді мен бұны 33 қылып жасауым керек. Мен енді ең соңғы бөлім, 33 бөлімді тасты жасаймын. Міне құрметті көрермендер, мен тәсбихтің 33 тасын өткізіп біттім. Бізде тәсбихтің негізгі бөлімі бітті. Осы 33 тас арқылы тәсбихті аудара беруге болады. Енді ары қарай мына жерді байласа да болады. Мен сіздерге енді юбилейный тросикпен үйретіп жатқандықтан байлаудың сіздерге қазіргі кездегі өте жеңіл түрін үйретемін. Ол үшін міне бізге мынандай зат керек болады. Бұл заттың аты бейлей деп аталады. Бұл бізге ары қарай тәсбихімізді безендіру үшін, заттарды қою үшін, ары қарай сәндеу үшін бізге өте қатты қажет болады. Міне осы бейлейді кіргіземіз біз ішіне. Және де әдеттегідей мен сіздерге үнемі көрсетіп айтып жүрмін. Біздің өте керемет, өзі кішкентай болса да атқаратын жұмысы өте көп біздің кішкентай зажимдеріміз.
Бұны да кез келген фурнитура сататын магазиннен таба аласыздар зажиммен. Мен мұнда екеу кіргізем, себебі менің тасымның жаңағыдай ауырлығы ол орташа деңгейде. Егерде тасыңыз қатты ауыр болатын болса, онда 3-ден 4-ден кіргізген дұрыс. Ал егерде тасыңыз жеңіл, өте жеңіл болса, онда бір зажимның өзін қойған дұрыс. Бірақ негізінде көбінесе 2 зажим кіргізген дұрыс. Және тағы айта кететін нәрсе, таспиқты зажим қадап, мына жерін байлап жатқан кезде, бұны қатты тырыстырып байлауға болмайды. Себебі бұл қолда тұрғандықтан, бұны адам аударған кезде арасына кішкентай бір бас бармақтың жарты бөлігі кіретіндей етіп, бұны қалдырған дұрыс. Себебі бұл бізде аударылатын таспиқ болғандықтан, аударғанға оңай болады. Егерде сіз бұны тырыстырып қойсаңыз, бұл былай бүктелген кезде, қалтаға салған кезде, басқа жағдай болған кезде, бұл таспиқ сізде сынып кетуі мүмкін, немесе өте қолайсыз болып, қалтаңызға симай қалуы мүмкін. Ұстағанға өте қолайлы болу үшін, бұның арасына кішкентай бір бас бармақ кіретіндей орынды қалдыру керек. Міне мен алдым. Енді өзімнің құрал жабдығымның көмегімен мен зажимдердің үстінен қысамын. Олардың үстінен бір рет бассаңыздар, олар өзі мұжылып, жаңағыдай бір-біріне қатты жабысып қалатын болады. Олар қаншалықты қатты жабысып бекем болады, олар соншалықты сол деңгейде сіздің таспиғыңыздың качествосы жақсы шығатын болады. Міне, бізде дайын болды. Енді мынау артылған жібін, бұның артылған жібін тура сол деңгейде қиып тастаудың бізге қажеті жоқ. Оны қайтып ішіне кіргізіп, 3 тасқа дейін бұны қайтара өткізіп қойған дұрыс тасқа. Себебі неге десеңіздер, сіздер бұны тура сол моментте қырқып тастаған кезде, егерде жаңа қысқан зажимдеріңіз дұрыс қысылмай қалған жағдайда, ол сырғып ағып таспиғыңыз ағытылып кете салады. Ал егерде сіз бұны қайтара өткізген болсаңыз, ертең орнына қайтып зажим қойған кезде де жібіңіз құртылмай тұрады. Былайша айтқанда, жібіңіз ешқандай ысырапсыз болады деген сөз. Сол үшін міне 3 тасқа дейін, немесе 4 тасқа дейін осылай кіргізіп алған дұрыс. Мен мұнда сіздерге көрсетіліп болған үшін мен 4 тасқа дейін кіргіздім. Себебі менің жібім өте үлкен, ұзын болып қалды. Өте емес, енді ұзын болып қалды. Міне керек емес жерінен қырқып тастаймын. Міне көрдіңіздер ме? Аны байлап кіргізейін. Екінші жағын дәл солай. Керек жағынан былайынан өткізіп тастаймын. 3 немесе 4 тасқа дейін осылайдан өткізіп тастауға болады. Біріншіден өзімнің коннекторымды кіргіземін. Және үшінші, бұның теріс бетін кіргізіңіздер. Себебі сіздердің алдынан оң қаратқан кезде әдемі көрінішімді мен теріс бетін салып алдым. Мына тұрған зажимымның ішіне кіргіземін міне. Енді зажимды қолмен қысып тастаймын. Көрдіңіздер ме? Ешқандай колечканың көмегінсіз менде таспиғымның безендіру бөлімі ойдағыдай жүріп жатыр. Енді керек емес бөлігін бұнда да қырқып тастаймын. Бұл жерде қырқып тастаған дұрыс керек емес бөлігін. Себебі бізде артында оны кіргізіп жасырып қоятын ешқандай жер жоқ. Қолға ұстағанға да өте удобно болу үшін кіргізіп тастаған дұрыс. Міне. Енді бір кісілер сыйлыққа беру үшін осында ат жазғысы келеді. Осыдан ары қарай бөлімге тағы да юбилейный немізді тросигімізді кіргізіп, адамның атын жазып шықса болады. Енді біз бүгін ешқандай ат жазбағанды жөн көрдік, себебі бұл күнделікті қолданыстағы таспиқ. Ат жазғанның несі күнделікті қолданыстағы таспиққа жазбаған жөн деп ойлаймын. Себебі ол ат жазсаңыз ол өте ұзын болып кетеді. Жаңағыдай сәл ыңғайсыздау болуы мүмкін. Бірақ егерде жаңағыдай сыйға тартып жатқан адамыңыз жазып бер десе, әрине оның ешқандай қиындығы жоқ. Міне ең соңғы бізде безендіру бөлімі. Бұл шашақтар деп атайды. Бұның шашақтардың шолковый түрі де болады, жібек түрі деп атады. Ол жібек түрін мен неге қоймадым? Себебі бізде жібектер ол өте капризный болып келеді. Жібектер жаңағыдай онымен бақылап, байқап, асықпай жұмыс жасамаса, ол жібектер ертең мыжылып қалады. Сол үшін де, ал біз күнделікті қолданыстағы таспиқ қой, бұл қалтада жүру мүмкін, бұл мыжылып қалуы мүмкін. Сондай жағдайдың бәрінде жақсы болу үшін мен міне темірден жасалған шашақты қойып жатырмын. Сонда біздің ешқандай да уайымдап ойламайтын боламыз. Ал ондай жібектен жасалған шашақтарды қоятын болсаңыз, онда ол таспиқтарды өте абайлап, байқап қолданған дұрыс. Міне құрметті көрермендер,
бізде осыншама небәрі 5-10 минуттың ішінде ғана осылай керемет тәспиғымыз біздің дайын болды. Үй жағдайында болсын, кез келген тастардан керемет ер кісілерге, ағамызға, әкемізге, інілерімізге, бәлкім жұмыс тастарымызға осылай керемет әдемі тәспиғты өз қолдарыңызбен жасап сыйлыққа берсеңіздер болады.